Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен біргелікте бір қазанда 3 түрлі тағам дайындауды үйренетін боламыз. Ең бірінші, қазанға суды қайнатып аласыздар. Қайнаған суға капуста, жүзімнің жапырағын қойып 15 минутқа бетін жауып бастырып қоямыз. Осы уақытта біз бір сарымсақты алып, майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Табаққа пиязымызды салып, сиыр етін саламыз. Жуылған күріш, дәміне қарай кинза, қара бұрыш, тұзды салып, араластырып аламыз. Ерітілген жылқы майы немесе сұйық май қоссаңыздар да болады. 2 жұмыртқаны қосып, қайтадан барлығын араластырамыз. Дайын болған капустаны қақ ортасынан бөліп, начинкасын салып, орап аламыз. Капустадан жасалған голубцы дайын болды. Енді жүзімнің жапырағында дәл солай начинкасын салып, әдемілеп тұрып, орап алатын боламыз. Перецтің ішін тазалап жуып аласыздар, қалған начинканы салып шығамыз. Қызып тұрған майға пиязды салып қуырып аламыз. 1 ас қасық томатты салып қайтадан қуырамыз. Помидорды блендерден өткізіп құясыздар. Енді перецті қойып шығамыз. Артынша капустадан жасалған голубцыларды қоямыз. Жүзімнен жасалған долмаларды да бетіне қойып шығамыз. Әдемі дәм беру үшін кинзаны да саламыз. Бетіне суды құйып, дәміне қарай тұзды саламыз. 45 минутта жай отта пісіретін боламыз. Бір қазанда 3 түрлі тағамды жасап алдық. Мінекей достар, дайын болды. Дәмі өте керемет шығады. Видеоға лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.